Заманында Европаны дүр сілкіндіріп, Африканы өз билігінде ұстай білген Наполеон кімнен жеңілді? Француздарды сонша қорқытқан кентаврлар кімдер еді? Осы және өзге де қызықты ақпараттар жайлы бүгінгі шығарылымнан тамашалай аласыздар. Достар, біздің арнамызда шығатын видеолардың көп бөлігін көрермендеріміз арнамызға жазылмастан тамашалайды екен. Егер сіз де осылардың қатарынан болсаңыз, арнамызға жазылып, қазақ тілді аудиторияны қолдауыңызды сұраймыз. 1812 жылы Наполеон өзінің 600 мың мұздай жабдықталған жасағымен Ресейге соғыс ашты. Сол жылы 7 қыркүйекте болған Бородино шайқасында 100 мыңға жуық адам қаза тауып, 14 сағаттық үзіліссіз соғыстан кейін Мәскеуді қорғап қала алмасын түсінген Кутузов өзі жан сауғалап, Ресей астанасын жау қолына тастап кетті. Сол сәттен бастап Мәскеу тұп-тура 34 күн бойы француздардың билігінде болды. Есі шыққан Александр I болса, шұғыл түрде қазақ хандарымен байланыс орнатып, жау қолына кеткен жерін кері қайтарып алу үшін олардан әскери көмек өтінді. Таспен атқанды аспен ататын батыр бабаларымыз Ресейдің қаскөй саяси іс-қимылдарына қарамастан оларға көмекке әскер жасақтайды. Осылайша ұлы жүзден 50 мың, орта жүзден 12 мың, кіші жүзден 30 мың атты әскер жабдықталып, жалпы алғанда қазақ даласынан 92 мың атты әскер өз емес, өзгенің есесін қайтару үшін майдан алаңына аттанды. Бірақ бұл ақпараттар жайлы орыс тарихында мүлде жоқ. Нақтырақ айтар болсақ, қазақ ұлты аталмайды. Барлығы башқұрт, орынбор полкі деген атаумен кездеседі. Бірақ қазақтардың ерліктеріне Ресей жасағы да таңырқап, Жавайы кавалерия деп атаған. Француздармен қарсы соғыста олардың атқан зеңбіректеріне қарсы абылайлап ұран салып, жердің астын үстіне келтіріп, шаба жөнелген қазақ жасағынан қорыққан француз жасағы кері шегініп, шебі бұзыла бастайды. Француз генералы орталықта жазған жазбасында былай дейді: олар орыстар емес, кентаврлар, аттарының қанаттары бар іспетті, өте жылдам, ат үстінде атқан жебелері де нысанаға дөп тиеді. Қиян-кескі ұрыста да олардың әскери шеберліктеріне қарсы тұру мүмкін болмай, адам көргісіз жағдайға душар болдық. Олар тұтқиылдан тап беріп, шабуыл жасағанда көздеген нысаналарына бүркіттей қадалған уақытта олардың нағыз соғыс майталмандары екендеріне көзіміз әбден жетті. Менің ойымша бұлар Ресейдің бізден жасырып ұстаған арнайы жасағы деп ойлаймын, деп жазады генерал өз хатында. Ойламаған жерден ойсырай жеңіліске ұшыраған француздар ығысуға тура келді. Осы жеңістен кейін рухтары көтерілген Кутузов жасағы қайтадан жасақталып, кентаврлармен бірге шешуші ұрыста бірге сап түзеді. Қазақтың осынау тарихи ерлігі туралы ақпараттар мен картиналар француз тарихында көптеп кездеседі. Наполеон жасағын жарып өтіп, Париж қақпаларын бұзып кірген қазақ бабаларымыздың небәрі тек 11-нің есімі сақталып, біздің дәуірімізге жеткен екен. Атап айтар болсақ, Майлыбайұлы, Қарымбай Зындағұлұлы, Боранбай Шуашбайұлы, Мұрат Құлшоранұлы, Сағит Хамитұлы, Ықсан Әубәкірұлы, Орынбай Жанжігітұлы, Аманбай Батырұлы, Жақып Вилоков, Мұхаммед Әбдірахманұлы, Ериш Азаматұлы. Бұлар әскери шен және ордендермен марапатталғандар. Осы соғыстың 180 жылдығын атап өткен уақытта француздар қазақ елін арнайы шақырып, мұрағатта сақталған қаншама қазақ батырлары тарихын назарларына ұсынып, елден әкелінген қазақи ат әбзел киіз үйлерді бас штатқа қойдырған екен. Шындығына келер болса, француздар бұл соғыста жеңіліске ұшырады, бірақ сонда да жеңілгендерін мойындап, қарсыласының батырлығын дәріптей алулары нағыз ерлік, қошеметке әбден лайық десек те артық айтпаған болармыз. Біздің бабаларымыздың сүйектері әлемнің әр түкпірінде, ерліктері тек Азияда емес, Европа төрінде де мадақталып жатыр. Енді біз де кімдердің ұрпақтары екенімізді еске алып, сол атқа лайықты өмір сүруге тырысайық. Видео ұнаса арнамызға жазыла кетуді ұмытпаңыз. Сіз үшін оттаймыз.